Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugun asqabaq pен sirdan o'te damli жұмсақ самса dayondaydigan bo'lamiz. Алдымен қамыр илейміз. Онға разрехитель салып, араластырып, жұмыртқаның ағын қосамыз, сарысын бетіне жағамыз. Кейін бір пачка маргарин қосып, және 3 ас қасық қаймақ салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырды салмасы дайын болғанша тындырып аламыз. Салмасына асқабақты ұсақтап тураймыз. Кейін сырды теркадан өткіземіз. Дәміне қарай тұз бұрыш салып, араластырып дайындап қоямыз. Қамыр тынған қамырды бөліктерге бөлеміз. Шетінен жұқа етіп жайып шығамыз. Салмасын молынан сала берсек болады, өйткені кәуелер піскеннен кейін асқабақтар кішірейіп кетеді. Сондықтан толтырып салып, шеттерін бір рет басып, кейін әдемі ғып түйіп шығамыз. Барлығын видеодағыдай түйіп шығамыз. Түйілген самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның саруыздарын шет-шетіне барлық жағына жағамыз жақсылап. Кейін күнжут немесе мак сеуіп қойсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын болды. Самсаларымыз өте дәмді, қамыры өте жұмсақ. Барлықтарыңызға жасауға кеңес береміз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер.